Алматыдағы Іле Алатауы ұлттық паркіне жыл басынан бері 510 мыңға жуық турист келіп, соның арқасында жергілікті бюджетке 298 миллион теңге қаржы түскен. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 5,4%-ға көп дейді сала мамандары. Туристер ағының өсуімен бірге парк аумағынан шығарылатын қоқыс көлемінде артып, биыл 740 тонна қатты қалдық шығарылды. Шаһарда демалушыларға қандай жағдай жасалып жатыр? Әріптесім Айдана Қуантхан тарқатады. Қала қонақтары тұмса табиғатымен баурап алатын Алмарасан шатқалына жиі барады. Мұндағы бекетке енді алдын ала төлем жасауға болады. Автоматтандырылған жүйе маусым басталғанда іске қосылды. Бұл бекеттегі көлік кептелісін азайтады, келушілерге ыңғайлы дейді ұлттық парк қызметкерлері. Кез келген көлік жақындаған кезде мемлекеттік нөмірі оқылады да, камералармен арнайы төлем ақысы, QR бәрі дайын шығып тұрады. Жаңа тариф бойынша 16 орындыққа дейінгісі бар. Жеке төлем төлейді 5111 теңге, жеңіл көліктер 1179 теңге төлейді. Жаяу жүргендер ғана адам басына төлеп өтеді. Ал үлкен Алматы көліне көтерілетін күре жол 5 жыл бұрын жартастардан тас құлауына байланысты жабылған еді. Алайда жол жөндеу жұмыстары әлі басталған жоқ. Келешекте бұл аймақта демалушыларға арналған шатыр, ұлттық нақыштағы әткеншектер қойылмақ. Үлкен Алматы көліне біз автомашиналарды жіберуді тоқтатқанбыз. Өйткені қазіргі уақытта жолдың қауіптілігі өте жоғары. Болашақта жол жасау жұмыстары, жолға құлап кететін жаңағы тастар, жарлар, соларды бекіту, қатайту жұмыстары бойынша жоспар жасалынады. Ол осы 1-2 жылдың ішінде қолға алынады. Десе де жаяу жүргіншілерге шектеу жоқ. Мамандар енді Алмарасан шатқалынан көлге дейінгі туристерге арналған 16 шақырым жол жөнделіп, қолайлы етіп жасалатынын айтты. Әзірге соның 1,5 шақырымы абаттандырылған. Мен осы ғажайып көлді интернеттен көріп, Қытайдан арнайы іздеп келдім. Мұнда қауіпсіз, әрі табиғаты мен ауа райы жанға жайлы. Ал табиғаттың сұлулығын сөзбен жеткізе алмаймын. Тамаша. Алматы таулары әрине туристерді көп тартады, өйткені бұл жерде теңіз деңгейінен 1800 метрден бастап альпілік өсімдіктер басталады. Әрбір биіктік белдеуінде табиғат керемет қарсы алады. Демалушылардың салғырттығынан паркте оқыс жағдайлар жиі болады. Соның алдын алу үшін биыл 5 өрт сөндіру станциясы ашылды. Орталық толықтай құрал жабдықтармен қамтылған. Бұл мамандардың жағдайды әрдайым бақылауда ұстап, дер кезінде әрекет етуіне қолайлы дейді парк қызметкерлері. Айдана Қуантхан, Ержан Жаңбырбай, ұлттық арна, Алматы.